Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Данияр Бексұлтан. Бұл Стоп коррупция бағдарламасы. Азаматтар шенеуніктермен көмек сұрап, тікелей байланысқа шығуын азайтқаны сайын жемқорлықпен байланыс азая түседі. Бірақ анықтама құжаттарын алып, жәрдемақы рәсімдеп, бизнесінді тіркеу үшін шенеуніктермен тікелей байланысқа шықпаудың жолдары бар ма? Осы мәселені қарастырып көрейік. Сыбайлас жемқорлыққа еріксіз қатысудың себебі қай кезде туады? Азаматтар өз проблемасын шешу үшін немесе тиісті құжаттары алу үшін. Бір тарап заңды аттап өтіп, қажетті құжатына тезірек қол жеткізгісі келсе, ал екінші тарап осы қызметіні заңсыз сатып жібергісі келген сәттен бастап сыбайлас жемқорлықтың негізін қаланады. Қазақстанда 10 жылдан бері ИГАФ электрондық үкімет порталы жұмыс істеп келеді. Мұнда үйде немесе жұмыста компьютердің алдында отырып, онлайн режимінде мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыруға болады. Сонымен бірге жоғары технологиялар уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет тұрғысынан алғанда ең ұтымды ресурс. Әлемде электрондық қызмет көрсету туралы заң және аталмыш қызметтің түрі тұңғыш рет Финляндияда 2001 жылы пайда болды. Соны үлгісі ең туралы ой-пікірлер Қазақстанда 2004 жылы айтыла бастады. Ал қазақстандық ИГАФ немесе электрондық үкіметінің инфрақұрылымы толығымен 2009 жылда құрылды. Қазір қазақстандық ИГАФ порталы 240 электрондық қызметтің түрі ұсынады. 10 жыл ішінде электрондық үкімет 130 миллионнан астам электрондық қызмет түрлерін көрсетіп үлгерді. Бұрындары мемлекеттік қызмет көрсету деген түсінік болған емес. Ал қазір мемлекет пен азаматтар арасындағы жаңа өзара әрекеттестік айқын реттелген. Мәселен, қазір бизнесіңді онлайн тіркеу 15 минуттан 4 сағат уақыт алады. Бұрын бұл рәсім 1 айдан бастап созыла беретін. Ресми ақпарат бойынша елімізде 5 миллионнан астам адам электрондық үкімет порталын қолданушы. Бұл дегеніміз халықтың экономикалық белсенді бөлігін жартысынан артығы. Көбінесе ИГАФ арқылы мекенжай, жылжымайтын мүлік туралы анықтама және зейнетақы қорына аударымдар алынады. Мұнда салық, мемлекеттік жинақтар, баж салығы және жол тәртібін бұзған үшін айыппұл төлеуге болады. Бірақ электрондық үкіметтің порталының артықшылығын пайдалану үшін сізге электрондық цифрлық қолтаңба керек. Электрондық цифрлық қолтаңба бұл сіздің қойған қолыңыз. Бұл электрондық құжатқа, қағазға қол қойсаңыз, тап сондай заңды күшке ие. ЭЦқ электрондық цифрлық қолтаңба бұл сіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңыздың растайтын шифрлы ақпарат. Бұл құпия сақталатын ақпарат. ЭЦқ-ның кілтін алу үшін ИГАФ-қа тіркеліп, сол жерде кілт алуға өтініш беру керек. Сосын халыққа қызмет көрсету орталығына барып, ЭЦқ-ның дайын кілтін аласыз. Ары қарай көптеген мемлекеттік қызмет көрсету өзіңіздің жеке компьютеріңізде қолжетімді болады. Маңыздысы, ИГАФ тек қана қызмет көрсету порталы емес. Онда мемлекет машинамен өз ара серіктестік орнатуға болады. Мұнда шенеуніктердің блогында араласып, ұсыныстар енгізіп, типті шағымдануға да болады. Бұл сот емес, бұл сындарлы ықпалдастық. Әрине, біздің елде шағымдану, наразылық білдіру, бекер, пайдасы жоқ, типті зиянды тиеді деген пікір қалыптасқан. Алайда біз шағымдануға болатын нақтылаймыз. ИГАФ арқылы кез келген органға және бірнеше мәрте қашықтықтан шағымдануға болады. Ешкім сіздің шағымыңызды ауыстырып, болмаса жоғалтып жібере алмайды. Біз Transparency Қазақстан мемлекеттік органдармен конструктивті диалог орнаттық. Бізбен әкімдік, министрлік құрылымдардың бөлімдері, типті министрлерден де өзі байланысқа шығады. Оларға хат, сауал, ұсыныстар жіберіп, әрдайым жауабын алып отырамыз. Бұның бәрі электрондық үкіметтің қызметін пайдалану арқасында. Сыбайлас жемқорлықсыз ашық қоғам әрқашан ашық қарым-қатынас, азаматтар мен
мемлекет арасындағы өз ара әрекеттестік ашық механизмнен басталады. Мен эгавты пайдаланамын, сіздер де пайдаланады деп үміттенемін. Бәріміз бір ауыздан стоп коррупция дейік.